Müslüman адам өзге дін өкілдерімен құрметі болу керек. Араласуы болу керек. Құранда аят бар, дос тұтпаңдар деген аят. Сол аят дос тұту деген сөз кәдімгі сырласып, оларменен ішкі дүниесіне кіріп кетпесін деген мағынаға айтылады. Ал бірақ амандасу, күнделікті араласу, ода тұрған ештеңе жоқ. Біздікілер кәдімгі қол бермейтін дәрежеге барғандар көрдім. Анау амандасса бұрылып кетіп бар. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи кәпірлері келіп амандасқанда пайғамбарымыз жауап берген. Сондай мейірімділіктің арқасында дін бүгінгі таңға жетіп руханиятымыз кең қанат жайды. Егер біз осы нәрсені түрте беретін болсақ, бүйткен бүйтті, ол аятты біз дұрыс түсінбейміз тағы да. Өзіміз түсінбейміз. Аударып берген біреу орыс тілінен, басқа тілінен. Сол аудармашының артынан ілесетін болсақ, онда біздің ғасырлардан бері құрып келе жатқан ата-бабаларымыздың дәстүрінен біз алшақ кетіп қаламыз да, руханиятымыздан ажырап қалудың қаупінің үстінде тұрамыз. Сондықтан өзге ұлт өкілдерімен араласымыз дұрыс болу керек. Мен жиі көрем, құрбаны шалған кезде ет беруге бола ма, олар жаңа бір нан берсе жеуге бола ма деген сияқты сөздер. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи иман ғайри жаңағы өзге тілдер яһудилер шақырғанда пайғамбарымыз тамағын жеген, ода тұрған ештеңе жоқ. Сондықтан тақуа болып жүретін жерде тақуа болмайтын кезде ұстап қалатындар бар біздікінде. Ұстамалар ұстап қалады. Сол ұстамаларды өшіре тұру керек. Яғни тақуалық ол өзге ұлттармен ерегесуде емес, мүмкін соларға мейірімділік көрсетуде бұл.